кіндігі саналатын Байқоңыр Қармақшы ауданының аумағында орналасқан ғарыш алаңы. Оның іргесі 1955 жылы қаланып, 1957 жылы ғарышқа жол ашылды. Еліміз тәуелсіздік алар тұста 1991 жылы Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты. Тоқтар ағамыздан кейін Талғат Мұсабаев пен Айдын Айымбетов көк төсіне самғады. Қазақтың екінші, ал әлемнің 309 ғарышкері, техника ғылымдарының докторы, авиация генерал-лейтенанты бүгінгі күні Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігінің аэроғарыш комитеті төрағасы Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев биыл 70 жаста. Мұсабаев 1951 жылы 7 қаңтарда Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы ауылында дүниеге келген. 1968 жылы Алматы қаласындағы нөмір 58 мектепті тәмамдағаннан кейін Ленин комсомолы атындағы Рига азаматтық авиация инженерлері институтында авиациялық радиожабдықтарды техникалық пайдалану мамандығы бойынша білім алды. 1974 жылы елге оралып, бірнеше ай инженер болып жұмыс істеді. Талғат Мұсабаев 1994 жылы 1 шілдеде Байқоңыр ғарыш айлағынан Союзтайм 19 кемесімен алғашқы ғарыш сапарына аттанды. Бұл еліміз үшін тарихи күн. Осы сапарда қазақ ғарышкері 2 рет ашық ғарыш кеңістігіне шықты. Бұл тәуелсіз Қазақстанның алғашқы жетістіктерінің бірі болды. 126 тәулікке созылған сол сапарында ол ашық кеңістікте 11 сағат 7 минут өткізген. Ашық кеңістікке шығу мүмкіндігі ғарышкерлердің шамамен 15%-на ғана беріледі. Ғарышқа тұңғыш рет ұшқан бірінші қазақ Тоқтар Әубәкіров болса, ашық ғарыш кеңістігіне шыққан алғашқы қазақ баласы Талғат Мұсабаев болды. 1998 жылы ғарышқа 2 рет ұшқанда 208 күн ғарышта өткізген. Гиннестің үздік табыстар кітабында бір айдың ішінде 5 рет небары 30 сағат 8 минут ұзақтығымен ашық ғарышқа шыққаны жазылып алынған. Екінші ғарыш сапарынан қайтып оралысымен Талғат Мұсабаев бірден 3-ші сапарының дайындығына кірісті. 2001 жылы ғарышқа 3 рет ұшқанда 8 күн ғарышта өткізген. Осы салада атқарған еңбектері үшін Қазақстан Республикасының халық қаһарманы атағы, Қазақстан ғарышкер ұшқыш атағы, Отан ордені, Барыс 1-ші дәрежелі ордені, Астана медалімен, құрметті Легион ордені, Францияның жоғарғы наградасымен, Австрия Республикасы алдында сіңірген еңбегі үшін құрметті орденімен марапатталған. Ғарышкердің жұбайы Виктория Вольдемарқызы Мұсабаева 1952 жылы дүниеге келген. Тіс дәрігері болып жұмыс істейді. 1975 жылы дүниеге келген ұлы Данияр Мұсабаев Қазақстанның ішкі істер министрлігінің әскери қызметкері. Ал қызы Камила Мұсабаева 1981 жылы туған.